ыстық судың пайдасы туралы айтқым келіп отыр. Ыстық суда, мысалы, әсіресе шетелдерге барғанда, әсіресе мен Қытай халқына барғанда ыстық су ішетіндерді көп көрдім. Күн ысып тұрады, кәдімгі көк шайы бар ғой, кәдімгі көк шай. Сол көк шайды бутылкасына құйып алады. Я болмаса мынандай термосына құйып алады. Мынандай термосқа құйып алады. Күні бойы термосқа құйып алады. Содан көргенім ғой, мен де әдет болып кетті, сөйтіп термос алып жүремін. Күн ыстықта жаңағы ыстық суды ішіп жүреді. Бұлар неге ыстық су ішеді, күн ыстық қой деп ойлайтынмын. Салқын су ішсе де жетеді ғой, шөлдесе деп. Жоқ, олай емес екен. Оны көп оқып жүргенімде, сонда үлкен профессорлардан, ғалымдардан көп сұрадым. Сөйтсем, ыстық су адамның қаны қойылады екен. Біздің қанымыз қойылады. Жүріп жүрсек те қан қоюланып қалатын кездері болады. Адамдар көбінесе дұрыс тамақтанбай қалады, дұрыс демалмай қалады, сондай жағдайда қан қою болмаса, кішкене грипповать етіп қалады, тұмау тиіп ауырып қалады, ондай жағдайда қан бірден қоюланып кетеді. Сонда ыстық суды ішу себебі, ішіне тіптен ыстық суға жаңағы жалбыз бар ғой, кәдімгі мята дейміз ғой, сол жалбыздың 1-2 жапырағын салып қойса, соның өзі сіздің қаныңызды сұйылтады екен.